Алла тағала көкірек көзді соқыр қылмасын деймін да. Пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, адамдар жәннатқа түскен кезде түрлі көкөністер жейді, еттер жейді, жемістер жейді, бірақ үлкен кіші дәретке бармайды. Сәл кішкене терлейді, болды. Сонымен шығып кетеді дейді да барлығы. Біреуге осыны айтсаң, сказка, не фантастика айтып жатсыңдар, осы имамдар адамдардың, жұрттардың бастарын әбден шаршатып біттіңдер осындай әңгімелермен дейді. Айналайын, анау кішкентай құрт бар, жапырақ жейді, одан жібек мата шығады да. Анау ара бар, гүлге қонады сол жапырақтың үстіне, құдай одан бал шығады. Марал бар, ол барады да сол жапырақты жейді, бірақ одан әп-әдемі миск шығады. Анау сол сиырың сол жапырақты жейді, бірақ одан сүт шығады. Бүкілі бір нәрсе жейді, бірақ әртүрлі нәрсе шығады. Құдайдың құдіреті көз алдыңда тұр. Соны да көрмейміз, күмәнданамыз.